Сәлеметсіздер ме? Мен Абдыкадирова Күмсай Қансұлтанқызы. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 10 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің меңгеретін тақырыбымыз синтаксис бөлімі бойынша бұйрықты сөйлем, лепті сөйлем. Сөйлем, айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем, лепті сөйлем болып 4 топқа бөлінеді. Бұйрықты сөйлем біреуге бұйыру не бірдеңені талап ету мақсатында айтылатын сөйлем. Бұйрықты сөйлемнің өзіне тән белгілері бар. Бұйыру не бірдеңені талап ету мақсатында айтылады. Көбінесе етістіктің бұйрық ұрайының екінші және үшінші жағында айтылады. Бұйрықты сөйлемнің соңында нүкте немесе леп белгісі қойылады. Бұйрықты сөйлемнің жасалу жолдары етістіктің бұйрық ұрайының бірінші жағында айын, ейін, жекеше көпше түрінде жасалады. Мысалы, мен барайын, біз қайтайық. Екінші жасалу жолы етістіктің бұйрық ұрайының екінші жақ жекеше көпше түрі мен үшінші жақ түрі арқылы жасалады. Мысалы, дұшпанға тастай қатты бол, досыңа балдай тәтті бол. Үшінші жасалу жолы бұйрық не шарттырайға ш жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, орындыққа отырсаңызшы, жүр, тез аяғыңды басшы деген сөйлемдерде кездеседі. Біз ауылға барайық деген сөйлемде сөйлем айтылу мақсатына қарай бұйрықты сөйлем, сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Жасалу жолы етістіктің бұйрық ұрайының бірінші жағында айық жұрнағы арқылы көпше түрінде жасалып тұр. Лепті сөйлем айтушының түрлі көңіл күйін білдіру мақсатымен айтылған сөйлем. Лепті сөйлемнің өзіне тән белгілері бар. Айтушының түрлі көңіл күйін білдіреді. Қуану, ренжу, сүйсіну, таңырқау, тағы басқа. Лепті сөйлем ерекше эмоциямен, сезіммен айтылады. Лепті сөйлемнің жасалуына одағай сөздер, демеуліктер қатыса алады. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Лепті сөйлемнің жасалу жолдары. Бірінші, сөйлемнің етістік формалары арқылы жасалады. Мысалы, оның жетіп келмесі бар ма? Екінші жасалу жолы сөйлемде ақ, ай, ау, ойшылауларының қатысуымен жасалады. Мысалы, үйіңе бара ғой шырағым, мына маған қайдағын айт қыздың ау дегенде бұл жерде демеуліктер қатысуы арқылы жасалып тұр. Үшінші жасалу жолы көңіл күйді білдіретін одағай сөздердің қатысуымен жасалады. Мысалы, шаршап қалыппын ғой. Төртінші жасалу жолы интонация арқылы жасалады. Мысалы, жау жойылды, алақай дегенде леп белгісі қойылып тұр. Тәуекел, жіберсем бекен дегенде бұл жерде сұрақ белгісі мен леп белгісі қабаттаса қойылып тұр. Дауысы мұнша ащы болар ма деген сөйлемде сөйлем айтылу мақсатына қарай лепті сөйлем, сөйлем соңына леп белгісі қойылып тұр. Сөйлемнің етістік формалары арқылы жасалып тұр. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.